В канун нового учебного года полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Уплотнены патрульные наряды, обновлены дорожные знаки, активизирована профилактическая работа. А тем временем главный полицейский Алматы, генерал-майор полиции Арстан Ганизапаров, принял участие в торжественной линейке и поздравил учащихся 36-й гимназии мегаполиса. Сіздермен бірге бүгін мен де толқып тұрмын. Әрқайсымыздың есімізде шығар, алғашқы рет мектептің табалдырығын аттағанымыз, әрқайсымыз анадан тудық, ұстаздан өнеге алдық, үлгі алдық. Құрметті бірінші сынып оқушылары, үлкен өмірдің есігін ашып, білім дүниесіне қадам басқандарыңыз құтты болсын. Құрметті ата-аналар, ертеңгі күннің біздің болашағымыз, еліміздің тыныштығын сақтайтында, бізді болашаққа нұсқау беретінде, осы сіздердің қатарларыңызда біздің қаламыздың, еліміздің тыныштығын сақтап, бірінші сапта тұратын азаматтар мен азаматшалар осы жерде тұрғанына мен кәміл сенемін. Под занавес школьной линейки руководитель департамента полиции проводил первоклассников в учебные классы и пожелал им успехов на пути к знаниям и достижениям. Бүгін сіздер алғашқы рет мектеп табалдырығын аттап, алдағы қызықта үлкен өмірге аяқ бастыңыздар. Осы мектеп қабырғасында сіздер үлгі өнеге алып, ұстаздардан тәрбие алып, болашақта осы қоғамның толық мүшелері болып, қоғамды қорғау, сақтау үшін, елге қызмет ету үшін тәрбие аласыздар. Новоиспеченные школьники получили в подарок познавательные раскраски, разработанные Алматинской академией МВД Республики Казахстан, а тиражировать их среди первоклашек помогли представители команды и юных инспекторов дорожного движения. Жолды қалай өту керектігін, келесі мынау біздің қаламыздағы үйлер, бұны да бояйсың сен, солай ғой? Замат жарайсың. Мынау бағдаршамдар. В то же время Арстан Ганизапаров выразил особую признательность педагогам, которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал, передают важные знания своим ученикам, а также воспитывают в них любовь к родине, ответственность и трудолюбие.